Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 131 сабақ. Сонымен 131 сабақ. Не білесің және не істей аласың? Өз білімің мен білігіңді тексересің дейді. Бірінші тапсырма. Ұзындығы 5 см болатын кесінді сыз. Дәптерімізге сызғыштың көмегімен 5 см кесінді сызамыз. Екінші тапсырма. Есепте дейді. Есептейміз. 2 қосу 10. Қосамыз, болады 12. 10 азайтылған 9 болады 1. 9-дан 9-ды азайтқанымызда 0 шығады. 20 қосу 30 50 болады. 100-ден 90-ды азайтқанда 10 болады. 40 қосылған 60 100 болады. 14 қосу 2 болады 16. 15 азайтылған 3 болады 12. 18 қосылған 2 болады 20. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, 2 теңсіздік құрастыр. Көкөністердің массалары туралы мәліметтерді пайдалан дейді. Суреттерге қараймыз. Теңсіздік құрастырамыз. Көкөністер дейді. Ол көкөністерге бізде орамжапырақ, редиска жатады, және асқабақ, және қызанақ жатады. Енді қараймыз. 3 килограмм қосылған 2 килограмм, яғни орамжапырақ пен редискамызды қосқан кезде болады 5 килограмм. Одан кейін теңсіздік ретінде асқабақ 6 килограмм қосылған 1 килограмм қызанақ. Ол болады 7. Сонда 5 килограммнан 7 килограмм артық болады. Келесі теңсіздігіміз 6 килограмм ол асқабақ және 3 килограмм орамжапырақ. Екеуін қосқанда 9 килограмм болады. Ал 2 килограмм редиска мен 1 килограмм қызанақты қосқан кезде 3 шығады. Сонда 9 3-тен артық болады. Келесі тапсырмамыз 4-ші тапсырма. Тек ақиқат пікірлердің номерін жаз дейді. Оқып шығайық. Бірінші. 3 бұрыштың 3 бұрышы бар. Бұл ақиқат пікірге жатады ма? 3 бұрышта неше бұрыш болады? 3 бұрышта әрине 3 бұрыш бар. Бұл ақиқат пікір. Екіншісі, шаршының 3-тен артық бұрышы бар дейді. Шаршы дегеніміз ода 4 бұрыш болады, яғни 3-тен артық бұрышы бар. Бұл ақиқат болады. Келесі, шаршы бұл 4 бұрыш. Әрине, шаршы бұл 4 бұрыш. Бұл да ақиқат пікір. Дөңгелектің 2 бұрышы бар дейді. Бізде дөңгелекте бұрыш бола ма, балалар? Болмайды, сондықтан бұл жалған пікір. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. Сұлба бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Сұлбаға қараймыз. Есепті құрастырамыз. Сыныпта 50 ер бала және одан 20 адам кем әйел адам бар. Әйел адамның саны қанша? Ер адам мен әйел адамның санын салыстырамыз. Енді қараймыз. Ер бала бізде 50, әйел бала 20-ға кем. Сонда 50-ден 20-ны азайтқанда 30. Сонда әйел адамның саны 30 екен. Келесі тапсырма. 6-ші тапсырма. Диаграммаға қара, сырым фигураларды дұрыс санады ма? Енді диаграммаға қараймыз. Сырымның санауы бойынша 4 бұрышты, ода 5 дейді. Ал диаграмма бойынша ол 4. Ол дұрыс емес санаған сырым. Келесі 3 бұрыш бізде 3 деп жазыпты сырым. Дұрыс, 3 бұрыш 3 екен. Дөңгелек бізде 1 ғана көрсетіліп тұр диаграммада, ал сырым 2 депті, ол қате. Ал шаршы есе 2 депті, ол дұрыс. Мен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса, түсінікті болса, лайк басып, тіркеліп, қолдап кетейік.